Ассалаумағалейкум автосүйер қауым. Сіздердің алдарыңызда жапондықтардың бизнес седаны 186 шанақтағы Toyota Crown Majesta машинасы. Алдымен бағасына келетін болсақ, бұл көліктердің бағасы ең арзан 3,5 миллионнан состояниесіне қарай 4 миллион және 5 миллионға дейін. Соның айналасында, ал қазақ учетқа келетін болсақ, бұл көліктердің бағасы 6 миллион мен 7 миллионның арасы. Енді қазақ учеттің бағасы осал емес. Комплектация функциясына келетін болсақ, ел Камриден артық болмаса кем емес. Қазір сол себепті бұл көліктер енді 2021 жылдан бастап құмырсқадай қаптап кетті біздің батыста. Батыстықтардың Камри ғой, былай айтқанда. Енді бәрінің 4 миллионға тұратын Priora мінгісі келмейді. Сол себепті бұл көлік дейтін Priora'ның қасында Rolls-Royce. Қытайда Toyota Crown машинасының 2006-дан 2010 жылға дейін сол рульді түрі шығады. Ол көліктің маркасы Hongji деп айтылады. Бұл көлік Toyota Crown'ның 186 шанақтағы 4-ші ұрпағы. Енді дизайнını 175-ке қарағанда толықтай өзгертілген. Қозғалтқышына келетін болсақ, бұл жерде аты аңызға айналған жүйрік айғыр Triumph FE көлемі 4/3. Бұл көлікті 287 айғыр сүйрейді. Ал егер ол аз болса, заводской 340 ат күшімен шығатын Томас дейтін комплектациясы да болады. Ол кездегі бағасы $70,000 құраған сол кезде. Ал трансмиссиясына келетін болсақ, бұл жерде 6 сатылы автомат коробка, ешқандай жерде далада қалдырмайды. Мәңгілік дейді ғой. Енді неприхотливый дейді орыстар. Көп шұқи бермейсіз бұл машинаны. Және бұл көлік қазір задний привод, артқы жетекті. Тағы да бізде дәл осы көліктің полный приводы болады. Яғни толық жетекті. Ол көлік дейтін i4 деп аталады. Ол Toyota'ның өзінің, мысалы, Mercedes'терде Fomatic дейді. Бұл жерде i4 деп аталады. I дейтін интеллектуалды деген, 4 дейтін толық жетекті дегенді білдіреді бұл көлікте. Енді ходовойына келетін болсақ, бұл жерде пневма. Пневмалары изменяемый клиренс дейді, көтеріп түсіруге де болады. Қазір дәл осы көлікте өзіңіз көріп тұрғандағыдай клиренс төмен орналасқан. Бұл жерде шұқитын ішінде несі бар? Контролері бар. Ол бөлек қойылған. Машинаны бұдан да жоғары көтеруге болады. Сосын көліктің бөлшектеріне келетін болсақ, бұл бәріміз көріп жүрген Lexus GS 350-430 дейді, 350-430 деп айтайын қазақшасын. Сол көлікпен бір платформада орналасқан, жасалған бұл көлік. Енді запчастары дейтін ондай проблема жоқ. Любой жерде табылады. Заказбен қазір бір аптада алдыртуға болады. Любой жерден смело. Бұл көліктер Япониядан тіке келгендіктен жағдайлары өте жақсы сақталып келеді. Соң бір дәлелі мына жүрілген шақырымнан байқауға болады. Дизайнына келетін болсақ, жастарға арналған дизайны, молодежный, классический деп те айтуға болады бұл көліктер. Енді мына ұқсастығына келетін болсақ, мына алдары Волгаға ұқсап кетеді. Фарына келетін болсақ, бұл жерде линзованный оптика AFS системасы орнатылған. AFS дегеніміз ол ақылды фарлар, мына ішіндегі линзалары рульді қай жаққа бұраса, сол жаққа қарай былай-былай қозғалады, оңға, солға және де жоғары төменде көтеріліп түседі бұл линзалары.
Ал мына капотына келетін болсақ, бұл жерде салмақты жеңілдету үшін алюминийден жасалған. Мына крыласы да солай болу керек. Енді машинаның артына келетін болсақ, бұл жерде де ұқсастығын айта кетейін. Mercedes W221 санақтағы халықтың арасында айтылып кеткен моңғол Mercedesке келеді. Задний фонарлары былай қарағанда бір ұқсайды. Және Nissan Tiana дейтін машинаға да қатты ұқсап кетеді бұл көлік. Енді бұл көлікте кілті дейтін мынандай пластмассовый кілт болады. Бұл жерде бесключевой доступ. Яғни бүйтіп машинаға жақындаған кезде машинаның өзі ашылады, қолыңызды салсаңыз ручкаға. Және бұл жерде енді көп көліктерде кездеспейді. Төрт есігінде де ондай жаңағындай несі бар, бесключевой доступ. Даже багажнигінде де бар. Мына жерде кнопканы бассаңыз, машина кілттенеді. Сосын бұл мына задний фонардың астында лампочкалар болады. Солар жанады. Так, көліктің салонына келетін болсақ, пассажирлер мен водительге барлық ыңғай жасалған. Бұл жерде сиденькілердің төртеуі де электронды жылжиды. Және салқындатады, жылытады. Енді бізде осы Маңғыстауда дейтін, бүгін күн дейтін қатты ыссы болды. Осындай аптап ысыда бұның кондер дейтін қар шашады. Жүргізушіге арналған нишияктардың бәрі бар. Лобовой проекция, круиз контроль және жолақты ұстау радары. Сосын мына задний видтерді айтатын болсақ, авто қараңғылау системасы да орнатылған. Мысалы, арттан екінші көлік келе жатса, бұна задний видтері кішкене қараңғылау болып көрсетеді. Фарды сіздің көзіңізді кедергі келтірмеу үшін. Мультимедиа сол өзінің заводской штатный мультимедиа. Бұл көлікте де свинг дейтін система бар. Сосын көбінесе модулятор салады. Bluetooth жоқ ол кезде да. Bluetooth болғанда вообще ыңғайлы болатын еді. Ятур салады көбісі. Сосын ең минус жері мына панельдері өте нәзік, біздің ысыға шыдамайды, сондықтан жарылып кетеді. Сосын мына жерде жаңағындай пневманың кнопкалары, мына жерде TRC off, блокировканы өшіру, задний шторка. Сосын көлікті мына заводской көтеріп және түсіруге де болады. Сосын мана айта кеткен зат, міне мына контролер дейтін осындай зат болады. Осымен машинаны көтеріп түсіруге болады. Сосын бұл жерде Toyotаның, тек Toyotада бар шығар, походу, өздерінің Thames дейтін амортизатор болады. Ол пневмасы жоқ көліктерде де болады. Мысалы, Альфардтарда да кездеседі. На правый руль Виндомдарда да бар. Thames дейтін электронный амортизатор. Ол жерде амортизаторды жесткий қылуға да болады, или жұмсақ қылуға да болады. Комфорт және спорт дейтін болады. Үш положениесі бар, средний положениесі де болады. Сосын мына жерде зимний режим, сосын power дейтін кнопка. Power дейтін енді повышенный передача дейм екен, жарысуға арналғанда. Сосын рестайлингте де және до рестайлингте де 6 сатылы автомат коробка болады. Ең ерекше жері бұл жерде выхлоп жасалған, полный трассы. Қазір қыздырайын, дауысын естілетін шығар. Дауысы бір әдемі. Былай. Ал жаңа выхлоптың дауысын жақыннан бір тыңдап жүрейік. Дауысы дейтін әдемі.
арты енді Маджесталардың бәрінің арты кең болады ғой. Дәл осы көлік, бірақ мына ортасы ыңғайсыздау. Себебі мына жерде люк орналасқандықтан, потологы төмен орналасқан. Сондықтан бойыңыз менімен бірдей болса тиіп қалуы мүмкін. Көрсетіп жіберейін. Мынандай болып тұрады. Осы жері ең ыңғайсыз жері дәл осы көліктің. Осы ыңғайсызы. Ал жаңа айта кеткен 4 сиденкісі электронды дедік. Бұл жерде осы сиденкілері алға артқа жылжиды. Бірақ мына асты алға артқа жылжымайды. Сосын бұл көлікте де артында холодильник бар. Холодильник кондиционермен бірге жұмыс жасайды. Қазір енді қосылып келгендіктен іші дейтін қара мұздай болып тұр. Әрі қарай мына жерде электронный шторкілер. Осындай мына арттан да қозғауға болады. Дефлекторлері осы жерде орналасқан. Арты енді ыңғайлы, жақсы. Ұзақ жолдарда шаршатпайды. Мультимедианы, климатты өзгертуге болады бұл жерде де. Ал енді басты сұрақ, бұл машинаны осы 2022 жылы сатып алуға тұрарлықтай ма? Менің өз ойым әрине, иә. Себебі 3 плюсын айта кетейін. Ең біріншіден бұл көлік бағасымен, мысалы 3-4 миллионға басқа да машиналар бар, бірақ дәл осындай комфорт пен төзімділікті беретін машиналар санаулы. Екіншіден, немістер ұқсап электроникасы қумайды. Енді көп шықмайсыз, далада қалдырмайды. Үшіншіден, жаңағындай төзімділік пен комфорт. Бұл жерде енді бәрі кнопкамен, артынан да басып ашу болады. Бұл жерде пультпен ашайын. Электронный багажник. Өзі ашылады, бірақ электрон түрде жабылмайды. Ал осымен соңына да келіп жеттік. Сіздермен болған мен Алмаз Естурганов. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, WhatsApp-пен бөлісіңіздер ағайын. Болды.